тәрбиесінің арқасы деп ойлаймын. Осы бір қызды оқытайық, баламның кішісі еді деп, мен шешемнің 43 жасында туған екен. Содан мені оқуға жіберді екі ағам. Елдің алдығып киіндірді, елдің алдығып ішіндірді. Тұрмысқа шықтым. Сонда шешемнің айтқан маған өсиеті: Дәржан, мен сені 16 жасқа дейін маңдайыңа жел тигізбей асырадым, еркелеттім, сабақты жақсы оқыдың, жүзім жарық болды. Сөйтіп ырза болып отыратын. Енді тұрмыс құрдың, осы берік сені сатып жіберем десе, сен неге сатып жатырсың деп сұрасаң, мен саған екі дүниеде разы болмаймын. Мен күлдім: апа, сатқаныңыз не? Мен сатушы ма еді деп. Жоқ, мен саған мысалға айтып отырмын. Ең шаруа, мықты шаруа. Адам сату деген білесің бе не екенін деп сөйтті. Соның өзінде сен сұрамайсың деп сөйтті. Бетіне де келмейсің деді. Дүние деген қолдың кірі келет кетет деді. Ешқашан көңіліне тиіп, маған дүние керек, анау керек, үй керек, басым мынау керек деп айтушы болма. Менің сенен сұрайтыным сол. Сосын менің атыма кір келтірме, қайтып келген қыз деген, оны мен естімейін. Сосын сенің басиың осы. Сен де 15 жыл оқыдың, бұл да 15 жыл оқыды. Бірақ ол келген кезде қызметтен диванға отырып, газет журналын қарайды, кітабын қарайды. Сен кухняға тұрып қызмет істейсің. Құдай теңемегенді адам теңемейді. Әйел еркекпен тең болмайды. Үкіметің қанша айтқанмен оған сен елікке балам. Осы басиың, араңда бір сөз болып ренжіп қалсаң да, сен ешқашан тіс жарып біреуге, ең жақының маған да айтпа дейді. Айтуға болмайды дейді. Өз араларың өздерің түсінесіңдер. Бірақ сен бөлек кетем, ажырасам деген ұғым сенде болмауға тиіс. Ол кезде онша мән берген жоқпыз. Апамның айтып отырған сөз тыңдадық та қойдық. Кейін есейе келе түсіндік оның не екенін. Бізді әбден бағындырып беру екен. Күйеудің қолына қызды бағындыру екен. Егер сен одан ажырасаң да, қазақ әйелдерінің басынан түрлі оқиғалар өткен ғой. Бірақ менің өз анамның басынан өмірдің, тарихтың доңғалағының айналуына байланысты 17-ші жылдың кеңес үкіметін орнау кезіндегі тауқыметін тартты. 32-ші жылды көрді, одан соғысты көрді. 3 алапат қиын тірлікті бастан кешірді. Сол кезде көрген қазақ әйелінің бірі менің анам. Ал біздің осындай, біздің мемлекетімізде әзіл-сықақ театрлары көбейіп кетті ғой қазір. Жақсы да шығар, кісіні көңілдендіру үшін шаншар дейді. Бәрінде бір орамал тартып алған еркек әйелдер. Әйелдің бейнесіне кіріп, бір тәлпіш, бір ұрысқақ, күйеуіне бажылдақ. Енді ойлайм, біздің келесі ұрпаққа беріп атқан тәрбиеміз бе осы ма? Қазақ әйелдерін олай күлкі етуге болмайды, ол күнә. Маскүнем күйеуі, қол ала жүгіру, қол ала жүгірмек түгіл, қазақтар күйеуінің киімін баспаған. Отырған орнынан айналып өткен. Еркекті қадірлеу деген, бас иені қадірлеу деген. Қазіргі біздің тәрбиеміздің, балалардың, қыздардың нашарлап баратқан осыдан құрмет жоқ. Бұрын шешеміз әлгі әйел адамның тарағымен қарағын басыңды тарама деп күшін қайтып кетеді дейді. Ер азамат әйел адамның тарағымен шашын тарауға болмайды дейді. Бұлар орамалын тартып алып, емшегін салақтатып, кешір, Гүлнар айналайын, сондай сөзге айтқаны. Сөйтіп жүрген жігіттерді көргенде жігерім құм болады. Оның күлкілі түгі де жоқ қой. Халықты мазақ қылу, ананы мазақ қылу. Соны ойлану керек. Қашан айтады? 20-30 жылдан бері естіп келатқанымыз сол. Ұрысқаға ел, ебіл-дебіл киініп алып, жылқынып тұрған, иық-иығын жылып жеп, басына орамал тартып алған біздің жігіттеріміз әйел болудан ұялмайтын да болды. Ата-ананың қадірін білмеген, халық қадірін білмес дейді Ғабиден Мұстафин. Ата-бабасын сыйламайтын, анасының ақ жаулығын қасиет тұтпайтын баланың әрекетін азғындықтың белгісі демей не дейміз? Дінді ұмытып ек, дінге келіп ек, енді вахабит болдық па, сақал өсірдік, қысқа шалбар ер адамдарымыз, әйел қыздарымыз бір қара орамал жабылып, арабтардың киімін хижаб киіп шықтық. Қазақтың әйелді бәленбай жылдан бері ғасырлар бойы мұсылман болғанбыз дінде. Орамал тартып сол дәстүрін сақта мұсылман болған кезде. Жердің үсті, аспанның асты Құдайдың үйі. Кез келген жерде намаз оқы, дінің ұста, өтірік айтпа, өсек айтпа, ұрлық жасама, күйеуінің көзіне шөп салма, таза жүр, кісіні ғайбаттама. Міне мұсылманшылық деген осы. Араб елі деп жатырмыз ғой, діннің шыққан жері,
күнде қырғын, күнде кісі өлтіру. Осы да дұрыс па? Халықтың пейілін дұрыстау керек. Пейілі дұрыс болу үшін ана дұрыс болу керек. Барлығы үйде көретін тәрбие ана, ер азамат әкеге деген құрмет бөлек болу керек, ерекше. Әуелі Алла, сосын кейін әкесі, сосын барып шешесі тұру керек баланың жүрегінде. Құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер Ана қоғамдық қорының президенті, өнертанушы ғалым Дәржан Төлеубай қызының анасы Қауқа қажы қызы Құндыз әже жайындағы